2022 жылы 9 сәуірде тиктокер Эндрю Доусон өзінің аккаунтында видео жариялады. Және ол бірден 22 миллионға жуық қаралым жинады. Бұл видео интернеттегі ең құпиялы оқиғалардың бірінің бастамасы еді. Яғни, қара киімді адамдар, ұшатын беймәлім нысандар, жұмбақ жоғалу және алып адам. Бүгінгі видеода осы жайлы сөйлесеміз. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Эндрю Доусонның аккаунтының жұмбақ сырын ашуға тырысамыз. I just got stopped by some CIA agent. You might not see people ever again. Videos weren't fake. TikTok'ta түрлі жұмбақ құбылыстар мен оқиғалар туралы видео жариялайтын көптеген блогерлер бар. Бірақ Эндрю Доусон олардың бірі емес еді. Ол TikTok аккаунтын 2021 жылдың шілде айында жүргізе бастаған. Онда өзінің күнделікті өмірі, отбасы, достары және жұмысы туралы қарапайым видеолар жариялайтын. I don't know about you, but I've never seen a baby pigeon. I have a life hack for you. Tell your kids that they are allergic to tobacco. Thank me later. Ол 34 жаста еді. Канадада сүйіктісі, 2 баласы және итімен бірге өмір сүрді. Көңілді, өмірге позитивті қарайтын, отбасын шексіз жақсы көретін жігіт. Бірақ тағдырдың оған деген басқа да жоспарлары бар секілді. 2022 жылдың 9 сәуірінде ол жұмысқа бара жатып, әдеттегідей видеосын қосады. Кенет ол Уистверс Пик тау шыңының маңынан өтіп бара жатып, бір құпиялы бейнені түсіріп алды. Person, dude. No, seriously, pull over. Ол кезде Эндрю досымен бірге болатын, ал оның досы таудың шыңындағы жұмбақ бейнеге күмәнмен қарады. Бірақ Эндрю мұның адам екеніне толық сенімді еді. Камераның мықты зумына қарамастан, алыс қашықтық видеоны айтарлықтай сапасыз етіп көрсетті. Дегенмен бейненің сапасы нашар болса да, бір нәрсе анық байқалады. Бұл нәрсе қарапайым адамнан әлде қайда үлкен. Осылайша видео бірден 22 миллионға жуық қаралым жинады. Мыңдаған адамдар пікірлерде Эндрюден жұмбақ фигураға жақындап, оның не екенін анықтауды сұрады. Эндрюдің досы бұны адамның бейнесі емес, тек біртүрлі мұнара немесе құрылыс нысаны деп ойлады. Алайда ол қателескен көрінеді. Өйткені олар видеода түсірілген жерге жақындағанда жұмбақ фигура жоқ болып шықты. Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady when zoomed in all the way? Эндрю жергілікті тұрғындардан көрген нәрсесі туралы сұрастырып көрді. Және де бір қызығы, адамдар бұл тауларда шынымен бір нәрсе өмір сүретінін айтты. Канаданың бұл аймағында 19 ғасырдан бері қар адамының, яғни йетидің пайда болуы туралы 200-ден астам оқиға тіркелген. Бұл жерді мекендейтін салиш тайпаларында 1000 жылдық тарихы бар Сасквач туралы аңыз бар. Сасквач сөзі салиш тілінен жабайы адам деп аударылады. Бұл 2 аяқты, қалың жүнді, мінезі қатаң, гориллаға ұқсайтын тіршілік иесі. Соңғы рет қар адамы 2014 жылы байқалған. Сол кезде жаңалықтарда 2 жас жігіттің камераға қар адамына ұқсас бір жануарды түсіріп алғаны туралы ақпарат тарады. Айта кетерлігі, бұл оқиға дәл Уистверс Пик тауында болған. We're on top of Tricuni Peak, and pretty sure there's a Sasquatch down there. I can't really see it very well. There's this little black dot walking in the middle of the snow, in the middle of nowhere.
Oh, I wish you could see it better in this thing. It's huge. That is pretty big. I can't zoom in anymore. Just to give you an idea where we are right now. Middle of nowhere. Why would he walk up that way? That's bizarre. Жергілікті тұрғындар Эндрюге видеодағы жерге қалай жетуге болатынына жол сілтейді. Және көп ұзамай ол жолға шықты. Осы тұста тағы бір қызық жағдай тіркеледі. Ол ұлттық парк аумағында барлығына қолжетімді қоғамдық жолмен келе жатып, кенеттен оны үкіметтік агент тоқтатады. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around and said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep a camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Алайда келесі күні Эндрю дәл сол жерге қайта оралып, тағы да видео түсірді. Тіпті бір емес, бірнешеуін. Ертеңгісін Эндрю үйден шығып тауға қарай бет алды. Ол жұмбақ тіршілік иесі туралы тағы бірдеңе білуге тырысқан еді. Сапары барысында ол тағы бірнеше таңғаларлық оқиғаны камераға түсіріп алады. I woke up actually early today. We're actually going to go on an adventure. It's currently 5:30 in the morning. I'm going to see if he's there early in the morning and see if I can get up a little bit. Look at all these mountains they are everywhere around here too. That's the one. All right, let's go. Айта кетсек, бұл аймақта НЛО-ның осындай көріністері жиі кездеседі. Жағдай барған сайын жұмбақ бола түсті. Сол кезде Эндрю таудың үстінде бір нәрсені байқап қалады. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? Барлығы Эндрюдің сапары кезінде шамамен 1-2 сағаттың ішінде болды. Тағы да қайталаймын, бұл таңертең өте ерте болғандықтан көшеде адам аз еді. Ол ақыры алғашқы видеодағы жұмбақ фигура көрінген жерге жетті. Бірақ айналаны қанша тексерсе де, алып тіршілік иесін таба алмады. Кешке кері қайтқанда, Эндрю бір күн бұрын өзін тоқтатқан жолмен жүріп өтті. Оның күдігінде сол жерде шынымен ешқандай белгісіз жоқ көлік тұрды. Ішіндегі агент тағы да Эндрюге жолдың жабық екенін айтты. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park or public road or whatever. Эндрю мүлде дауласпады. Шынында да оның орнында кім дауласып тәуекелге барар еді. Солай көлігін алып, үйіне қайтты.
Осы оқиғадан кейін Эндрю бірнеше күн бойы ешқандай видео жарияламады. Және көп ұзамай біз оның себебін білдік. 16 сәуірде ол «Мені аңдып жүр» атты видео жүктеді. That's just some beautiful thing. Hey! Белгісіз көлік дәл алдыңғы видеодағы көлікке ұқсас. Негізінде Эндрю таудағы жолдан алыс жерде тұрады. Яғни оны сол қараңғы жолда алғаш рет кездескен адам қалай болғанда да тауып, аңдуға кіріскен. Бірақ не үшін? Бұл жағдай жұмбақ қана емес, тіпті күмәнді болып көрінді. Алайда тағы да конспирология айтайын. Эндрю ешқашан қастандық теорияларына, НЛО-ға немесе қара киімді адамдарға қызықпаған. Ол бәлкім өз әрекеттерінің қаншалықты қауіпті екенін де түсінбеген шығар. Пікірлерде адамдар оны сақ болуға шақырып, қауіптің бар екенін ескертті. Бірақ уақыт өте берді, ал жаңа видеолар сол күйі шықпады. Желіде Эндрюдің жағдайына алаңдағандар көбейді. Бұрын осы оқиғаларға дейін ол TikTok-қа жиі видео жүктейтін. Көп ұзамай түрлі қауесеттер тарай бастады. Біреулер оны ұрлап кетті десе, басқалар әлде қайда қорқынышты нәрсе болды деп болжады. 3 аптадан кейін ақыры Эндрю жаңа видео жариялады. Бірақ бұл видео бұрынғыларынан мүлде басқаша еді. Видео атауы ресми мәлімдеме. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just need to give you a quick. Видеода Эндрю қабырғаға сүйеніп тұр, қолдарын қалтасына тығып алған. Және бұрынғыдай еркін емес, бір түрлі қысылып тұрғандай. Әдетте ол барлық видеоларын қолына камера ұстап түсіретін, бірақ бұл жолы камера штативке қойылған. Бұл оның контенті үшін мүлде тән емес нәрсе. Ең бастысы, оның көздеріне назар аударыңыз. Сізге де ол кадрдың сыртындағы біреуге қарап тұрғандай көрінбей ме? Көптеген адамдар дәл осыны байқады. Көпшілік пікірлерде оны ұрлап кетті, оны біреу мәжбүрлеп тұр. Ол шынымен қорқып тұрған сияқты. Бұл видеода ол жай ғана жаттап алған нәрсесін айтып тұр деген секілді жазып жатты. Адамдар бұл оқиғаға қатысты түрлі теориялар ұсына бастады. Біреулер Эндрюді үкіметтің өзі аңдып жүр деп ойлады. Ал енді біреулер әлде бір қауіпті нәрсені әшкерелегенін айтты. Осындай қарбаласқан уақытта кенеттен жаңа видео шықты. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Видеоның сипаттамасында Эндрю тым көп нәрсе болды. Мені ешкім үнсіз қалдыра алмайды деп жазды. Бұл сөздер адамдарға әлде бір үміт сыйлады. Ол ақыры болған оқиғаның шындығын ашпақшы сияқты көрінді. Келесі күні оның аккаунтында тағы бір видео жарияланды. Және бұл видео оның арнасындағы соңғы видео болды. Эндрюдің өмірі күрт өзгерді. Бәрі жай ғана таудағы жұмбақ бейнеге деген қызығушылықтан басталған еді. Бірақ бұл оқиға бірінен соң бірі тізбектелген оғаш оқиғалар мен белгісіз адамдардың аңдуына келіп соқты. Алдымен оны біреулер мәжбүрлеп, өз сөздерінен бас тартқызды. Бірақ кейін ол бұл мәлімдемесін жоққа шығарады. Демек оны көндіргендер Эндрюдің TikTok-тағы аккаунтын бақылап отырған болуы мүмкін. Бірақ олар кімдер? Мұның жауабы соңғы видеода бар шығар. Тамашалап көрейік. Ол видео әскерилер деп аталады. What is that? That was not there yesterday.
Сонымен бізде не бар? Таудағы адамға ұқсайтын немесе қандайда бір құрылысқа ұқсайтын белгісіз фигура, және ол келесі күні із-түзсіз жоғалып кетті. Таудың үстінде көрінген бір түрлі нысан, белгісіз тікұшақтар, олар ірі габаритті жабдықты әкеліп немесе алып кетіп жатыр. Өзін үкімет агенттері деп санауға болатын адамдар, олар қоғамдық жолды жауып, кездейсоқ куәгерді аңдуда. Және мүмкін сол куәгерді кейін ұрлап әкеткен. Бұған қоса бір түнде салынып тасталған қара түсті қорқынышты құрылыстар. Бар болғаны бір айдың ішінде Эндрю көңілді, бақытты, қарапайым жігіттен мазасыз, үрейлі адамға айналды. Бірақ егер сізді расымен біреу аңдып жүрсе, Эндрюдің жағдайына түспесімізге кім кепіл? 13 мамырда The Confessional Podcast, қазақша мойындау подкасты жүргізушісі Тони Меркл Эндрюге хабарласып, осы оқиға туралы сұхбат беруді ұсынды. Бірақ жауап ала алмады. Тек бір айдан кейін 23 маусымда Эндрю жауап береді. Тони одан барлық видеоларының шынайы ма, әлде бұл жай ғана қалжың ба деп сұрайды. Оған Эндрю, бұл шындық емес, бұл өтірік деп жауап берді. Бұл оғаш жауап секілді көрінбейді ме? Әдетте адамдар бұлай сөйлемейтін еді. Содан кейін Эндрю неге бұлай сұрап отырғанын білгісі келді. Тони оған Эндрюдің бұрынғы видеосына сілтеме жібереді. Ол видеода Эндрю бәрінің шынайы екенін айтқан болатын. Бірақ Эндрю оны түсіндіргісі келмей, мен мұны талқыламаймын, бұндай болған жоқ дейді. Одан кейін ол Тониге, біз бұл әңгімені жалғастырмауымыз керек, өзің абай бол деп сөзін аяқтады. Жұмбақ ғимарат туралы видео Эндрюдің аккаунтындағы соңғысы болды. Дегенмен, ол басқа әлеуметтік желілерін ары қарай жүргізе берді. Отбасының, достарының суреттерін салып, әзілдер мен мотивациялық жазбалар жариялады. Сондай-ақ, ол алдағы Мексикаға сапары үшін толқып жүргенін айтты. Тіпті билеттерін де алып қойған болатын. Эндрю бұл таудағы жұмбақ оқиғаны артта қалдырып, өмірін жалғастырғысы келгендей көрінді. Алайда оның бұл арманы орындалмады. Эндрюдің жазылушылары екі топқа бөлінді. Бірі оны ізденісін жалғастырып, бәрінің жауабын табуға шақырды. Олар Эндрюдің жаңалықтарын тыңдауға асық болды. Ал екіншілері оның өте қауіпті жағдайға тап болғанын түсініп, қатты алаңдады. Адамдар Эндрюдің видеолары өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп ойлады. Сондықтан оған видео жариялауды доғарып, адвокат жалдауға, немесе тіпті бақ өкілдеріне жүгінуге кеңес берді. Өйткені бұл оқиғаның кеңінен таралуы оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуі мүмкін еді. Эндрю, мен енді үнсіз қалмаймын деп мәлімдегенімен, ақырында бәрін керісінше жасады. Ол содан соң ешқандай видео жарияламай, сұхбат беруден бас тартып, тіпті осы оқиға туралы бір ауыз сөз айтпады. Шамамен бір аптадан кейін оның есімі жергілікті газет бетінен пайда болды. Бірақ бұл оның баққа жүгінгенінен емес еді. Газетте Эндрю Доусонның некрологы жарияланды. Бұл жаңалық интернетте үлкен дау тудырды. Көпшілік оның өлімін жай ғана кездейсоқтық деп санады. Ал басқалары мұны Эндрюді біреулер ұрлап кетті деп қабылдады. Сонда Эндрю тауда не көрді? Мүмкін біз оны енді ешқашан біле алмаймыз. Эндрю Доусонның оқиғасы соңғы жылдардағы ең үлкен интернет жұмбақтардың бірі. Бірақ бұл оқиға шынымен де шынайы оқиға ма? Қанекей талдап көрейік. Барлық оқиға басталған видеода Уитерспик шыңында тұрған алып адам көрсетілген. Мінекей, бізде алғашқы сәйкессіздік пайда болды. Өйткені алыптың тұрған жері мүлде басқа тау. Оның аты Каное. Эндрю алғашқы жұмбақ видеосын Yellowhead Highway трассасымен жүрген кезде түсірген. Бұны оның видеода жанынан өтіп бара жатқан жол белгісінен білуге болады. Сидерсайд аймақтық паркі. Ал міне, бұл біз іздеген тау.
бірақ Уитерспик мүлде басқа жақта орналасқан. Енді сол таудың шыңынан көтеріліп, жақыннан қарап көрейік. Және мынау біз іздеген алып адам. Иә, бұл жай ғана ұялы байланыс мұнарасы. Бірақ мұндай құрылым бір күнде қалай жоғалып кетуі мүмкін? Өте оңай, жай ғана оны сәл жақынырақ қарасаңыз жеткілікті. Бірінші жағдайда түсірілім биік нүктеден және алыс қашықтықтан жасалған. Екінші жағдайда кадр жақыннан және төменірек бұрыштан түсірілген. Сол себепті ұялы байланыс мұнарасы жай ғана таудың тасасына жасырынып қалды. Бұны мына тастарға қарап оңай анықтауға болады. Мінекей бар құпия осы. Жалғастырайық. Жарқыраған НЛО бейнеленген кадрлар. Айта кетейін, олар да басқа таудың үстінен түсірілген. Бұл расында НЛО болуы мүмкін. Ал мүмкін жай ғана ұшақтың қалдырған ізі шығар. Ал жарықтың жарқырауы күн сәулесінің шағылысу әсері. Мен нақты айта алмаймын, бұл жағын өздеріңіз сараптап көресіздер. Енді жұмбақ тікұшақтарға көшейік. Олар бейне жазбада белгісіз жабдықты тасымалдап жатыр деп ойлаған боларсыздар. Бірақ шын мәнінде бұл тікұшақ пен ағаш тасымалдау процесі. Ол қол жетпейтін аймақтардан ағашты тасымалдау үшін қолданылады. Ал бір түнде пайда болған құпия қара құрылыс ше? Бұл Джасперский трем канат жолының жоғарғы станциясы. Сәл басқа бұрыштан қарасақ, ол мүлде қорқынышты емес. Ішінде кәдесыйлар дүкені, ал екінші қабатында таудың керемет көрінісі бар жайлы кафе орналасқан. Және бұл ғимарат бір түнде тұрғызылған жоқ. Ол 1964 жылдан бері сол жерде бар. Енді сұрақ, бұл барлығы өтірік пе? Әлде Эндрю бұл нәрселерді шынымен білмеді ме? Мысалы, ол шынымен осы ғимарат туралы білмеуі мүмкін бе? Оның осы аймақта өмір сүргенін және Джасперский тремнің ең танымал жергілікті көрнекі орындарының бірі екенін ескерсек, оған тіпті басқа елден туристер де келеді. Менің ойымша бұл екіталай. Алайда жұмбақ қара киімді адамдардың оқиғасы бұлай оңай шешіле қоймайтын секілді. Бірақ сонда да талдап көрейік. Сіздер Эндрюді жолда белгісіз бір агент тоқтатқан сәтте есіңізге түсіріңізші. Айтпақшы, дәл сондай көлік кейін Эндрюдің үйінің жанынан да көрінеді. Бірақ ол адамды шақыра салысымен көлік бірден көзден ғайып болды. Кім екенін нақты анықтау қиын. Көліктің ешқандай белгісі болмады, ер адам өзін таныстырмады. Бұл полиция қызметкер емес екені анық. Ал егер бұл ЦРУ агенті немесе қара киімді адам болса, онда ол ең стильді агенттердің бірі шығар. Себебі оның шалбары мен сәнді аяқ киіміне қараңызшы. Оның үстіне бұл қарапайым аяқ киім емес, қымбат Timberland пәтеңкелеріне қатты ұқсайды. Ал Эндрюді аңдыған көлікше. Бұл оқиға бір жағынан даулы, бір жағынан күлкілі деуге болады. Елестетіп көріңіз, құпия агент сізді аңду үшін келеді. Бірақ ол жасырынып, қараңғы көзден таса жерде емес, керісінше ашық жарықтандырылған тұраққа тоқтайды. Тура Эндрюдің үйінің алдына. Онымен қоса көлігінің фарасын да сөндірмейді, тіпті моторын да өшірмейді. Тәжірибелі агент бұлай жасайды деп өз басым ойламаймын. Енді Эндрюдің мәжбүрлі мойындауы деген видеосына көшейік. Бұл видео қызық көрінеді, әсіресе егер назар салып қарасақ. Ол жиі бір жаққа қарап қояды, бейне бір кадр сыртында біреу тұрғандай. Және сізге оның әрекеттері артық әрі тым жасанды болып көрінбей ме? Ол кездейсоқ көз тастағандай емес, керісінше өзін күштеп бір жаққа қаратуға тырысып жатқандай. Яғни ашық түрде актерлік шеберлігін тым асыра пайдаланған секілді. Айта кетейін, Эндрю TikTok'тан бөлек YouTube арнада жүргізетін. Ол жерге өзінің музыкалық клиптерін жүктейді. Мінекей бір-екеуін тыңдап көріңіздер. Яғни Эндрю камераға ойнай алатын.
және бұл видеода бір қойылымның бөлігі сияқты көрінеді. Жарайды, видео шын деп есептесек. Бірақ егер оны шынымен мәжбүрлеп түсірткен болса, онда неге мұқабаға дәл осы кадрды таңдады? Ол жерде Эндрю бір жаққа қарап тұр, яғни назар аудартатындай акцент қойылған. Бұл әдейі жасалған әсер секілді. Солай емес пе? Қалай ойлайсыз, оны осылай видео түсіруге мәжбүрлеген адам осындай ұсақ, бірақ айқын детальды байқамай қалды ма? Немесе егер жағдай соншалықты күрделі болса, неге одан барлық видеоларын өшіруді талап етпеді? Тіпті TikTok аккаунтын түгел жоюды бұйырмады. Сіз қалай ойлайсыз? Егер олар Эндрюден біржола құтылуға шешім қабылдаса ше? Эндрюдің өлімі бұл оқиғаның ең жұмбақ бөлігі. Бейнежазбаларда ол көңілді, денсаулығы мықты жігіт болып көрінеді. Дәлірек айтқанда, науқаста, депрессияда жүрген адамға ұқсамайды. Керісінше оның видеолары көтеріңкі көңіл күйге толы болды. Сондықтан оның кенеттен және еш түсініктемесіз қаза табуы басқа да жұмбақ оқиғалармен бірге күдік тудырады. Ал анық ақпарат болмаған жерде қиял мен конспирологияға кең мүмкіндік ашылады. Біріншіден, Эндрюдің некрологы 1 шілде 2022 жылы Campbell River Mirror газетіне жарияланды. Яғни оның қайтыс болған күнімен бірдей. Тағы бір қызық нәрсе, интернет-детектив программистер газет сайтының бастапқы кодынан жарияланған нақты уақытын тауып алды. 1 шілде таңғы 7:00. Бұл күмәнді емес пе? Өйткені некрологты кім жазалады? Әрине, көбінесе жақын адамдары. Егер Эндрю 1 шілде күні таңертең ерте қайтыс болса, онда оның жақын адамы ол сәтте шок күйінде жүреді. Таңғы 7-де ноутбукты ашып, жергілікті газетке некролог жазуы екіталай. Осы некрологқа қатысты интернеттегі дауларды тағы бір қызықты факт одан әрі күшейтті. Бұл газеттің сайтында кез келген адам некролог жариялай алады. Және тіпті өлім туралы куәлік ұсыну да қажет емес. Адамдар солай әртүрлі теорияларды ұсына бастады. Эндрюді бөгде ғаламшарлықтар ұрлап әкетті. Қара киімді адамдар оны куәгерлерді қорғау бағдарламасына енгізді. Өйткені ол көруге тиіс емес нәрсені көріп қойды. Енді ол басқа елде, басқа есіммен өмір сүріп жатыр. Эндрю өз өлімін қолдан ұйымдастырып, жақында TikTokта жаңа видео шығарады. Онда бұл бәрі жай ғана әзіл болғанын айтады деген секілді. Уақыт өз жұмысын жасап өте берді. Сонымен қатар Эндрюдің әлеуметтік желілерінде де тыныштық бұзылған жоқ. TikTokта да, YouTube'та да жаңа видеолар шықпады. Ал бірнеше айдан соң Эндрюдің сүйіктісі бір видео жариялайды. Ол видео біздің барлық сұрағымызға қорытынды бола білген секілді. Hi everyone. You're all probably been waiting for me to whoa, what was that? To make a video about Andrew Dawson. The cause of his death has nothing to do with the TikToks he made. I just want to let you know that Andrew has been struggling for so many years, like years and years of depression. And I don't know why he thought that was his only way out of this world. He had lots of beautiful things going on for him, and it just had to end like that. And I don't want to get into details, but it has nothing to do with his videos. And the reason I'm making this is because you're all now blowing up my videos with your comments. And I know and I understand because you care, you want justice for Andy, the CIA got him, all this, but it's not. None of it was real. The videos he made and caught on camera were real, yes, but the other ones, like the parts of the vehicles and all, it was all fabricated, you know, and this is what social media is all about. They make you see things and want you to believe stuff, and you all fell for it, I know, and I'm sorry for him, but he's probably laughing right now how it's still going on. There's articles on the internet about his story and this, and all of a sudden he's gone from the world. And just stop, please, okay? And you know, I've said enough for you to understand
enough, hopefully. If not, whatever, just fucking leave it. It is what it is. Білесіз бе, мен осы оқиғаға дайындалып жатқанда, соңғы сәтке дейін Эндрюдің тірі екеніне сенгім келді. Эндрю көңілді, мейірімді, отбасы үшін жанын беретін адам еді. Мен қорытынды жасалып қойса да, қазір ол Канададың бір бұрышында өз иттерімен ойнап, балалармен уақыт өткізіп, сүйікті қызымен бірге өмір сүріп жүр дегенге сенгім келеді. Бірақ осы оқиғалардан бері 2 жылдан астам уақыт өтті. Эндрюден одан соң ешқандай жаңалық болмады. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Әрине, видеоны лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де комментке ғаламтор құпиялары жалғассын ба жазып кетіңіздер. Біз барлық комментті оқимыз. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.